Қайлы күн достар, мен Серікбай Жұлдыз Қыдырәліқызы болашақ мектебінің шәкіртімін. Менің жетекшім Төлебаева Арайлы Маратқызының бастамасымен пайдалы 1 сағат челленджін бастаймын. Не себепті пайдалы 1 сағат десеңіздер, жазғы демалыс уақытымызды телефон, гаджет, пайдасы жоқ ойындарға жұмсап жатамыз. Демалысымыздың 1 сағатын кітап оқып білімімізді шыңдасақ деп шешім қабылдадық. Әрине, Арайлы Маратқызының бастамасымен. Достар, демалыстағы әр күнімізді пайдалы іске жұмсайық. Досым, таңғы сағат 10 мен 11-дің аралығында өзіңнің қалауыңдағы кітабыңды оқитын боласың. Барлық достарымды осы челленджге қатысуға шақырамын. Осы челленджді Қазақстандағы бүкіл мектеп оқушыларына жолдаймын. Болашағымыздың жарқын болуына арналған осы челленджді ашық деп жариялаймын. Мен бүгін әдебиеттік оқу кітабынан Туған жер, Қаһарман қыз Хиуаз, Ағдауыл хан атты мәтіндерді оқыдым. Оқыған мәтіндерімнің мағыналарын келесі видеода айтатын боламын.